Елорда күніне орай аудандық музейде Елорда ел мақтанышы атты танымдық лекция ұйымдастырылды. Іс-шараға Қуаныш Қорда 2 балабақшасының Қарлығаш тобының тәрбиеленушілері қатысты. Кездесу барысында бүлдіршіндерге Қазақстанның бас қаласы Астана туралы кеңінен мағлұмат берілді. Лекция кезінде Елорданың тәуелсіз Қазақстанның маңызды нышандарының бірі екені айтылып, қаланың қалыптасу тарихы мен бүгінгі даму бағыты таныстырылды. Сондай-ақ балаларға Астананың сәулеттік келбетін айшықтайтын көрікті орындары туралы ақпарат беріліп, олардың суреттері көрсетілді. Кездесу барысында Бәйтерек монументі, Ақорда резиденциясы, Хан театры орталығы, Бейбітшілік және келісім сарайы, Тәуелсіздік сарайы, Әзірет Сұлтан мешіті секілді елорданың көрікті нысандары туралы қызықты деректер айтылды. Балалар лекция барысында белсенділік танытып, өздерін қызықтырған сұрақтарын қойды. Іс-шара соңында тәрбиеленушілер музей залдарын аралап, тарихи жәдігермен танысты. Ұлттық домбыра күніне орай Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұйымдастырған концерттік бағдарламаларда 2000-нан астам көрермен тамашалады. Мерекелік концерттер Алматы қаласында орталық саябақта және Мега Алматы сауда-ойын сауық орталықтарында өтті. Кеш барысында көрермендер қазақтың дәстүрлі музыка өнерінің жауһарларын тыңдап, ұлттық күй өнерінің ерекше әсеріне бөленді. Оркестр орындауында көңілашар, Ата толғауы, Махамбет, Балбырауын, Адай, Сарыарқа, Саржайлау, Әсем қоңыр, Көрағлы, Бозінген сынды танымал күйлер орындалды. Шараға Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солисті Нұрғалым Аманбай, дәстүрлі әнші Жайна Бауыржанқызы, сондай-ақ әншілер Асхат Үрпеков пен Аружан Алпысова қатысты. Оркестрге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын мен халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Нарын Қажығали дирижерлік етті. Ұлттық домбыра күніне арналған мәдени шаралар қазақтың күй өнерін кеңінен насихаттап, халыққа рухани мереке сыйлады. Астана күніне орай елорданың барлық 6 ауданында тұрғындар мен қала қонақтарына арналған мерекелік концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. Мерекелік шараларға қазақстандық эстрада жұлдыздары мен шығармашылық ұжымдар қатысып, тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлауда. Концерттер қаланың әр аумағында ондаған алаңда өтіп жатыр. Байқоңыр ауданында сахна төрінде Айгүл Иманбаева, Досымжан Таңатаров, Гүлнұр Оразымбетова және Өркен триосы шықса, Есіл ауданында Лұқпан Жолдасов, Меруерт Бақыт, Дос тобы, Нұрлан мен Мұрат дуэті сынды өнерпаздар өнер көрсетуде. Нұра ауданында мерекелік бағдарлама Астана тобы, Айдын Жұмабай, Тамирис триосы мен өзге де әншілер өнер көрсетсе, Сарыарқа ауданында концерттік бағдарламалармен қатар ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Сондай-ақ Сарайшық және Алматы аудандарында мерекелік концерттер өтіп, тұрғындарға арнайы мәдени бағдарлама ұсынылды. Шаралар барысында балаларға арналған ойын-сауық бағдарламалар да ұйымдастырылып, мерекелік көңіл-күй қалыптасты. Астана күніне арналған бұл шаралар елорданың мерекелік атмосферасын айшықтап, тұрғындар мен қонақтарға ерекше әсер сыйлауда. Қазақстанда алғаш рет қолөнершілер күніне арналған мерекелік шаралар ұйымдастырып, ұлттық өнер мен дәстүрлі шеберлікке ерекше назар аударылды. Жаңа мерекелік күн аясында қолөнер шеберлерінің еңбегін дәріптеуге, ұлттық мұраны насихаттауға бағытталған түрлі іс-шаралар өтуде. Шаралар барысында шеберлер өз туындыларын көпшілік назарына ұсынып, қолөнердің қыр-сырымен бөлісуде. Қолөнер халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени мұрасының бір бөлігі. Ұлттық нақыштағы бұйымдар, зергерлік әшекейлер, кезден жасалған дүниелер мен дәстүрлі өнер үлгілері атадан балаға жалғасқан шеберліктің көрінісі саналады. Мерекелік аясында шаралар қолөнершілердің еңбегін бағалауға, жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарды танытуға және төл өнердің дамуына серпін беруге бағытталған. Қолөнершілер күні ұлттық өнерді жаңғыртып, халқымыздың бай мәдени мұрасын кеңінен танытуға мүмкіндік беретін маңызды бастамалардың бірі.